Қазақ поэзиясына ерекше құбылыс әкелген. Аспантаудың ақиық атанған Мұқағали ақын Елшембірек тауының бауырында, қасиетті Қарасаз ауылында 1931 жылдың 9 ақпанда дүниеге келген. Поэзия махаббаттан басталып, парасатпен аяқталуы тиіс деген Мұқағали ақынның өлеңдері ең әуелі адамдарды адалдыққа, тазалыққа, мейірімді болуға, жас ұрпақты отанды сүюге, туған жерді құрметтеуге, ана тілімізді ардақтауға, қарттарымызды қадірлеуге және дәл осындай бейбіт күннің қадірін білуге шақырады. Қазақстан, пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың, жанған ұдай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманым-ай. Мұқағали ақынның осы өлеңін оқыған кез келген адамның жүрегінде өзінің туған жеріне, байтақ отанына, қасиетті ата мекеніне деген перзенттік сезімнің оянбауы мүмкін емес. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Мұқағали Мақатаевтың өз елін жақсы көруі, өз елін қастерлеуі жайлы түсіндім. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасан, мен қайын бола бастайын. Келсемісің жасқайын. Әке, сенің жасынан асып барам, кезі келгенде тастала аламын, кезі келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрібір ғашық балаң, құры алақан емесмін қуаныштан. Қуанышта алдымда құрақ ұшқан, бір арыстан өмірден өткенмен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өлім барда Мұқағали Мақатаев, мен сыйлайда медереде келерсің, мен де болса қаратырсаң көрермін. Жүрек қалажыман емелдік, күзендегі қозысыман емелдік. Мен сыйласын есілдерсің ел маған, қасаң сен өлім даван мен даван. Таулар менің таусылмайтын бақытым, ал арасы қаланғаны сен дала. Анашым, асыл анам, есіл анам, ежіреп, есіркемін есіме алам. Мен үшін сен суалатқан ақ сүтінді, ақтамасам болып жүрмін несіне адам. Өткізіп талай жылды, ай аптаны, оқуын ұлын жақсы аяқтады. Анашым, білем сені, қарсы емессің, кеттім мен тын даланы оятқалы. Ой, қазақ даласы, не көрмедің, қанша қурап, қаншама көгермедің, қорқыттың қобызымен боздаттың ғой, Асанның шерге оранған өлеңдерін. Ой, қазақ даласы, не көрмедің, ой, қазақ даласы, не көрмедің. Өткеніңе өңіліп отыр алман, әйтеу қазақ өлмеген оты жанған, үзік естимін саранға бар, тірідейін көмілген отырардан. Айта жатар басқалар өткенімді, қан мен жасты, қайтып мен төккенімді, жаңа дәуір алдында жөн көремін азаматтық борышымды өткеруді.